Автокөлік зауытының құрылысы 6 жылға жоспарланған болатын. Алайда құрылысшылар оны 3,5 жылда салып, жабдықтап бітірді. 1970 жылдың 19 сәуірінде завод конвейерінен алғашқы 6 автомобиль шықты. Бұл жыл автомобиль атанған Fiat 124 моделінің кеңестік нұсқасы ВАЗ-2101 Жигули маркалы машинасы еді. Жигули атауы Самара мен Тольятти қалаларының арасындағы Жигули деп аталатын адырлар атауынан шыққан. ВАЗ-2101 Жигули машинасы копейка лақабатымен танымал бола бастады. Алайда автомобильдің бағасы өте қымбат болды. Кеңес одағындағы азаматтарының кез келгені оны сатып алуға қалтасы көтермейтін. Жигули өндіріле бастаған соң одақта көлік тапшылығы азайды. Бірақ бұл уақытта ВАЗ-2101-ді автодүкендерден не базардан іздеп таба алмайтын едіңіз. Адамдар ақшасын төлеп, кем дегенде 2 жыл күтетін. Мысалы, 6 айда немесе 1 жылда алу үшін кейбір адамдар партиядағы аға көкелерін ортаға салатын. Сонымен бірге КСР одақтағы еңбек озаттарына көлікті кезексіз беру керек деген заң шығарды. ВАЗ-2101 Жигули 1970 жылдан 1988 жылға дейін шығарылды. Жалпы зауыт осындай маркалы 4,8 миллион дана көлік өндірді. Жоғарыда адамдар ВАЗ-2101-ді сатып алу үшін 2 жыл күтті деп айтып өттік. Машина тапшылығының бір себебі 1971 жылдан бастап ВАЗ-2101 шетелге экспорттала бастады. Бұл автокөлік автомобиль өнеркәсібі жоқ елдерге ғана емес, сонымен бірге жеке автомобиль өнеркәсібі бар дамыған мемлекеттерге де экспортталды. Шетелге шығарылған ВАЗ-2101 автомобильдері Жигули деген атпен емес, Лада маркасымен экспортталды. Кеңес одағы шетелге экспортталатын көліктердің сапасына, әсіресе автомобиль салонына қатты көңіл бөлген. 1976 жылы АвтоВАЗ өзінің ең сәтті үлгілерінің бірі ВАЗ-2106-ны шығаруды бастады. Бұл машина халық арасында алтылық деген атпен танымал болды. Модельдің сыртқы түрі ВАЗ-2101-ден біршама ерекшеленді. Модель АвтоВАЗ заводынан 2006 жылға дейін шыққан. Жалпы АвтоВАЗ ВАЗ-2106 үлгісінде 4 миллионнан астам көлік өндірді. Айта кетерлігі, бұл машинада көшірме болатын. Алтылық Fiat компаниясы 1972 жылы өндірген Fiat 124 Speciale моделінің дәл көшірмесі еді. Оған 1/6 көлемді қозғалтқыш орнатылған болып, көлік сағатына 152 шақырым жылдамдықпен жүре алатын. Достар, менің екінші арнам Ұлы Дала тарихы YouTube арнасына жазылып, ұлы тұлғалардың өмірбаяны мен ұлы даланың тарихын біліп жүріңіздер.